Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін Кахот бағдарламасымен танысатын боламыз. Алдымен Google немесе Chrome браузеріне кіріп, тілді ағылшынға аударып, Kahot.com басып, ары қарай кіреміз. Кіргеннен кейін оң жақ шетінде логин деген тұр, соны басып аккаунтқа кіріп, өзімнің Юранай Гайсина деген батырманы басып, ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде ағылшын тілінде екен, сондықтан сол жағын батырманы басып, перевести на казахский язык, қазақшаға аударып тілді. Тілді аударғаннан кейін мына жақ, сол жақ шетіндегі жерде кітапхана деген бар, сол кітапханаға кіріп, мұнда деген бұған дейінде жасалған әдебиет пәнінен тест тапсырмалар тұр екен. Енді жаңадан тест жасау үшін Кахот жасаңыз батырмасын басып, ары қарай тағы да жаңа тест жасайтын боламыз. Сұрақты енгіземіз. Мысалға, Таркизин романының авторы. Ары қарай астында ұяшықтарға жауаптарын енгіземіз. Бірінші, мысалы, Мұхтар Әуезов астына Ғайып Мүсірепов, үшіншіге Қажығали Мұхамбетқалиев, бұл дұрыс жауабы, сондықтан дұрыс жауабын белгілеп кетейік. Ары қарай Сәбит Мұханов, бұл бірінші. Келесі сұрақты құрастыру үшін сұрақ қосу батырмасын басамыз. Бұнда деген біз жаңа орындап отырған тапсырма викторина деп аталады. Бұдан басқа шын немесе жалған деген сияқты тапсырмаларды орындауға болады. Тағы да мысалға романдағы басты кейіпкер деген сұрақ болатын болса, бұнда бірінші Сырым Батыр, екінші Наурызбай Батыр, үшінші Абылай, Қобыланды. Жауабы Сырым Батыр таңдадық. Дәл осы қалпында қалған тест тапсырмаларын енгізуге болады. Тест құрастырып болғаннан кейін, бұл жерде Кахот тақырыбы деген басып, тақырып қоямыз. Яғни бұл қазақ әдебиеті тест сұрақтары деп сақтап, дайын батырмасын басып, тест тапсырмалары қайтадан қарайтын болсақ, сақталған, сақталмағанын қайтадан кітапханаға кіріп, ашып қарағанда, міне жаңағы дайын біздің дайындаған тестіміз қазақ әдебиеті пәні тест сұрақтары деп сақталып тұр. Осылай жаңа Кахот бағдарламасы арқылы тест тапсырмаларын енгізіп, сабақта қолдануға болады.
назарларыңызға рахмет.